Сәлеметсіңдер ме балалар? Ана тілі сабағы 101-ші сабақ қайталау сабағы. Бірінші жаттығу. Мақалды көркем жаз дейді. Туған жер алтын бесік. Мақалдың мағынасын түсіндір. Туған жер алтын бесік деген мақалдың мағынасын ашып көрейік балалар. Туған жер деген өзіміздің туып өскен жеріміз, ол алтын бесігіміз екен балалар. Біз ең алғаш өмірге келгенде бесікке жатамыз ғой. Сол сияқты туған жерің өзіңнің бесігің сияқты өзіңе сондай ыстық болады. Түсіндіңдер ме балалар? Туған жерде жер болмас деген мақалда бар. Біздер туған жердің қадірін білуіміз керек. Туған жер әрдайым біз үшін ыстық, біз үшін ең жақсы жер ол туған жер. Келесі екінші жаттығуға қараймыз. Жұмбақтарды оқы, шешуін айт дейді. Қос құлақты, 100 тісті, жүзінен бірақ із түсті дейді. Бұл не балалар? Суретте араны көрсетіпті, иә балалар? Қос құлағы бар, 100 тісі бар, және өзінің жүзінен бірақ із түседі ғой, дұрыс па балалар? Яғни бұл жұмбақтың жауабы ара. Екінші жұмбақты қарайық. Еңбегі бапты, еңгені тәтті, өмірлік нәрін гүлдерден тапты. Бұл не балалар? Гүлдердің тозаңдарымен тамақтанатын бізде не екен ол? Ара. Жұмбақтардың шешуіндегі сөздердің мағынасын түсіндір дейді. Енді қараңдаршы балалар, екеуі де ара. Біреуі ол зат болса, яғни құрылыс заты болса, мысалы үшін бірдеңені пайдалануға, жаңағыдай ағашты кесуге арналған құрал болса, ал біреуі ол жәндік, ара деген. Екеуі бірдей дыбысталып тұр, бірақ екеуінің мағынасы әртүрлі екен. Дұрыс па балалар? Мағынасы сондай. Біреуі жаңағыдай құрал, біреуі жәндік. Келесі, сызба бойынша тиісті сөздерді айт дейді. Қарап көрейік сызбаға. Заттың атын білдіретін сөздер дейді. Балалар, заттың атын білдіретін сөздерге мысал айтайықшы. Мысал үшін айтсақ болады, біз адамның атын да айтсақ болады. Мысал үшін, менің есімім Перизат. Перизат ол заттың, мысалы, яғни немесе адамның атын білдіреді ол. Яғни Перизат. Тағы да бірдеңе дегенде, мысал үшін, парта, ол да заттың аты, бір заттың атауы. Немесе телевизор, немесе орындық, немесе кітап, немесе дәптер деген сияқты. Келесі, заттың қимылын білдіретін сөздер. Заттың қимылын білдіретін сөздерді мысал келтірейікші балалар. Мысал үшін, мен сабақ оқып отырмын. Мен сабақ оқып отырмын. Оқып отырмын. Қимылды білдіреді. Мен тыңдап жатырмын. Мен жүрмін. Мысал үшін, мен кино көріп жатырмын деген сияқты. Мен айтып жатырмын. Мен билеп жатырмын. Мен жылап жатырмын деген сияқты заттың қимылын білдіретін сөздер. Келесі, заттың сынын білдіретін сөздер дейді балалар. Заттың сынын деген ол заттың қандай екенін айтып жатыр. Мысал үшін, қара қалам. Ол қара қалам, заттың сыны ол. Қара, яғни түсі. Немесе тағы не айтуға болады? Дәмді алша екен. Дәмді алша екен. Дәмді. Қандай? Дәмді. Тағы мысал келтіретін болсақ, бүгін табиғат өте тамаша болып тұр. Қандай болып тұр? Тамаша болып тұр. Сол сияқты заттың сынын білдіретін сөздер өте көп. Келесі, заттың санын білдіретін сөздер. Заттың санын білдіретін сөздер өткен сабақтарымызда біздер барлығын өтіп қойдық. Иә балалар, бұл қайталау сабағы болғанда заттың санын білдіретін сөздер өте көп. Мысал үшін, үстелде 2 алма тұр. Неше алма тұр? 2 алма тұр. Яғни оның санын білдіреді. Немесе 4 дәптер бар деген сияқты заттың санын білдіретін сөздер. Балалар, сабақ түсінікті ба? Түсінікті болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.